Армысыздар қыздар, бүгін біз сіздермен оңай әрі дәмді салат жасаймыз баялдымен. Мінекей видеода көргендеріңіздей бізге керегі осы заттар қажет болады. Ең алдымен баклажанды, яғни баялды дейді ғой, жақсылап жуып тұз суға салып қоямыз. Оған дейін мына заттарымызды турап реттеп аламыз. Мінекей тапамызды қыздырудамыз. Баклажанды қызартып қуырмалап аламыз. Міне видеода анық көрініп тұр. Баклажанды екі шетін аунатып қуырамыз. Одан кейін көк пиязымыз турап, қуырылған баклажанды бәрін араластырып салат жасаймыз. Мінекей қиярды осылай ұзыншалап, қызанақты да осылай ұзыншалап турап аламыз. Міне баялдының дайын болған кезі. Осылай салаттың бәрін бір ыдысқа салып, көк пияз салу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызша, сәбіз салуды да өзіңіздің қалауыңызша. Мен енді үйде барын сала бердім. Сарымсақ керек, екі дана, лимон бар еді, оны да қосып жібердім арасына. Өзінше бір дәм беріп тұрсын деп. Осылай бәрін бірінен кейін бірін салып, бәрін табаққа салып, соя соусын құямыз. 2 ас қасық немесе 3 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырамыз. Әп-сәтте дайын болды. Қонақтың алдына қойғанға сүйсініп жейтін салат. Бетіне күн жетсе міндетті емес, өз қалауыңызша бәрі. Сіздермен болған Ақмарал Исахова.